Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының студенттермен кездескен облыс басшысы Жансейіт Түймебаев елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын кеңінен түсіндірді. Мазмұны биік туындыда айтылған теңдессіз бастамаларға тоқталды. Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыруды жалаң ұранға айналдырмауды айтқан аймақ басшысы жастарға мақаланың мәнін тереңірек зерделеуге кеңес берді. Біздің әр азаматымыз, елбасымыз айтқандай, 10 адам емес, 100 адам үшін жұмыс істеу керек. 100 адамдық рух болу керек сіздерде. Рухани жаңғыруды, сондықтан да тағы да мұқият оқығандарыңызды. Егер өзіміздің ұлттық дәстүріміз болмаса, салт санамыз, діліміз, тіліміз болмаса, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз болмаса, біз кез келген халық болып кете береміз. Түрімізден айырмашылық жоқ. Солай ғой. Оңтүстік Қазақстан облысында зерттеуді қажет ететін тарихи ескерткіштер мен киелі орындар өте көп. Олардың барлығын зерттеп қалпына келтіру ұлт көшбасшысының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқалы тұр. Көне дәуірлерден сыр шертетін тарихи орындарды жаңғырту жұмысы қазірдің өзінде басталып кетті. Біздің керемет құндылығымыз бар екен. Бұның көпшілігі кеңес кезеңінде айтылған жоқ. Біз қазір қарасақ, Сидақ деген қалашық қазылған жоқ, жатыр әлі. Орта ғасырлық. Қанқорған деген Сайрамда. Бір барсаңыздар керемет. Ол орта ғасыр емес, көне дәуірге кетеді екен. Рим дәуірінен бері. Рим моншасы табылып отыр. Жастар алдында дәріс оқыған аймақ басшысы әрине білім саласын айналып өтпеді. Жансейіт Қансейітұлының сөзінше, жалпы еліміз бойынша бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы мен техникалық салада мамандар тапшы. Сол себепті ол гуманитарлық бағытқа көптеп бет бұратын жастарға техникалық білімді меңгеруге кеңес берді. Сонымен қатар облыс әкімі болашақ бағдарламасы бойынша оқитын жастардың саны өңірде аз екенін тілге тиек етті. Оңтүстіктен осы болашақ бойынша оқыған балалардың саны аз екен. 300-ден алған асады. Сондықтан сіздерді мен соған шақырамын. Бакалавриат, магистратура, докторантура бәріне бара беріңіздер, оқи беріңіздер. Жөнде қайтып келесіздер. Қалып кетіп жұмыс істесеңіздер де бәрібір Қазақстанның абыройын көтеріп жүресіздер. Бүгін бізде үлкен керемет күн, өйткені облыс әкімі Жансейіт Қансейітұлы бізге өз дәрісін өткізуде. Бұл жердегі оның қозғап жатқан басты мәселелердің бірі рухани жаңғыру, және сол рухани жаңғырудың басты категориялары. Оның ішінде біз білімге өте қатты көңіл бөлініп жатқанын білеміз. Сондықтан да бізге жастарға қазір тек қана білім алып, тәжірибе жинаудан басқа мәселе жоқ деп ойлаймын. Сағатқа созылған облыс әкімнің дәрісін сілтідей тынып тыңдаған студенттер рухани жаңғыру бағдарламасынан бастау алған ауқымды шаралармен танысты. Кездесу соңында Жансейіт Түймебаев тақтаның бетіне студенттерге арнап жүрек жарды тілегін жазып қоштасты. Оңтүстік Қазақстан университеті студенттеріне табыс тілеймін. Ерлан Отарбаев, Дастан Әбдиев, ТВК телеарнасы.